Құрметті отандастар, біз құрылу барысындағы Ала Қазақстан партиясының ұйымдастыру және ынталы тобының мүшелері біздің партиямыздың көшбасшысы Жыланбаев Марат Төлегенұлы ағамыздың денсаулығына және өміріне қатты алаңдаудамыз. Себебі бұл кісі қазір мерзімсіз аштық жариялаған, денсаулығы күрт нашарлады. Шілденің 28-інде Малюга Денис деген қорғаушысы кіріп шығып, бұл кісінің жағдайы жөнінде айтқан. Әрине жағдайы жақсы емес, санитарлық нормалар сақталмаған, егеу құйрық па, немесе тышқан ба, сондай жәндіктердің нәжісін шығарып берген. Және Марат ағамыздың бір талабы болған. Бақытжан Төрегожина деген біздің қорғаушы кісіге сенімхат бергісі келген. Бірақ түрме әкімшілігі бұл істерінің бәріне кедергі жасап жатыр. Содан 29 шілде күні билік комиссия құрып Марат ағаға жолыққан. Содан кейін барлық бұқаралық ақпарат құралдарына Марат ағаның жағдайы бәрі керемет, бәрі жақсы, ешқандай шағымы жоқ деген ақпарат таратқан. Одан кейін 31 шілде күні Досқараев Мержан деген қорғаушысы тағы да барып шықты. Ол кезде Жыланбаев Марат ағамыз мына комиссияның айтқан ақпараты өтірік екенін мәлімдеме жасады. Және біз бұл комиссияның айтқан ақпаратына сенімсіздік білдіреміз. Себебі бұл биліктің құрған комиссиясы тек қана Тоқаевты жақтау жөнінде жұмыс жасайды. Тоқаевты естеріңізге сала кетейін. Марат аға қаншер деп айтқан. 20 мың террористің қайда деп сұраған Тоқаевтан. Біз сонда осы Тоқаевтың айтқан өтірігін бәрін біле тұра, қалай соның жіберген комиссиясына біз сене аламыз? Неге билік өзіне керек болғанда, Мұратхан Тоқмадиді түрмеде отырғанда ашық анық көрсетеді? Неге Арман Жұмагелдиевті соттың отырысы жабық болса да, YouTube арнасына барлық әлеуметтік желіге салғанда ешкім ешқандай кедергі жасамады биліктен? А неге енді Марат Жыланбаевты нақты анық камераға түсіріп өзін неге сөйлетпейді? Отандастар, біз Арон Атабектің қандай халде шыққанын бәрімізде көргенбіз. Өлім аузынан бір ай қалғанда шығарып, одан кейін ол кісі бұл дүниеден өтті. Бұл жүйе бұны өлтірді деп айтуға да болады. Және Дулат Ағаділді қандай айуандықпен ұрып соғып өлтіргенін де білесіздер. Біз қалай бұндай өтірікші билікке сене аламыз? Марат ағаның бұл жерде отыратын тіпті ешқандай негізі жоқ. Себебі бұл кісі тек қана өзінің конституциялық құқығын іске асырылуын талап еткен. Ешқандай экстремист емес. Марат аға қазақтардың құқықтары тапталмасын деген ниеті үшін бұл билік бұны түрмеге қамап жіберді. Мараттың бостандығын талап етіңіздер.